Сәлем достар, бүгін сіздермен күріш қосылған өте дәмді нан жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Соңында менің осы каналымда келесі шығатын видеомен таныстырып өтетін боламын. Және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып қойыңыздар. Бізге күріш қажет болады. Күрішімізді тазалап жуып аламыз және дәл осындай мұздай суымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға жуып тазалап алған күрішімізді саламыз. Және 600 мг суымызды құйып, газға күрішіміз піскенге дейін жібереміз. Біздің күрішіміз пісіп шықты. Пісіп шыққан күрішімізді ыдысымызға салып, лопатамен дәл осылай езіп аламыз. Жақсылап езіп алғаннан кейін суымызды құямыз. Тағы да жақсылап бірдей болғанға дейін араластырамыз. Күріштерімізді езіп араластырып алғаннан кейін тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз және дрожжымызды саламыз. Барлығын жақсылап тағы да бірдей болғанға дейін араластырып аламыз. Ал енді ұнымызды аз-аздан салып, силикон лопатамызбен араластырып отырамыз. Бірден салып жіберсеңіздер, араластыру ыңғайсыз болады, сондықтан да ұнымызды аз-аздан салғанымыз жақсы. Қалған ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Көрсетілген мөлшерден бөлек ұн қоспаймыз. Толық грамдарын описанияға жазып қалдырамын. Сұйық майымызды қойып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымызға как будто ұн жетпей жатқан сияқты болады, но сонда да артық ұн қоспаймыз. Ыдысымызды кішкене майлап, қолымызды майлап жібереміз. Бізде дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Қамырымыздың бетін кішкене майлап, пакетпен бетін жауып, көтерілгенге дейін 2 сағатқа ыстық жерге қоямыз. Ал енді бізде 2 сағат өтті. Біздің қамырымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Кішкене қолымызды майлап жібереміз, қамырымыз жабыспау үшін. Іштерін сіздерге көрсететін боламын. Өте күшті болып көтеріліп шығады. Ал енді қамырымызды баспаймыз, дәл осылай жаймен алып, формамызға жайғастыратын боламыз. Қалаған формаларыңызды қолдана аласыздар. Менде осындай форма бар еді, сол формаға әдемілеп жайғастырдым. Қатты басып жібермейміз, кішкене формаға келтіріп аламыз. Және бетін салофан пакетпен жауып, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек ыстық тағамдардың, салаттардың, десерт, торттардың рецептері бар. Барлығы оригинал, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан сенімді рецептер, кіріп көрсеңіздер болады. Бізде 15 минут өтті, енді бетіне дәл осылай жұмыртқамызды жағып аламыз. Жұмыртқамызды жағып алғаннан кейін, әсемдік үшін мен бетіне дәл осындай күнжіт сеуіп алатын боламын. Және қызып тұрған 180 градуста пісіп шыққанға дейін 50-60 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің нанымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте керемет болып пісіп шығады. Суытуға алып қоямыз. Толық суығаннан кейін ішін кесіп көрсетемін. Нанымыз толығымен суымаған кезде кесетін болсаңыздар, іштері как будто піспеген сияқты болып қалуы мүмкін. Сондықтан да толығымен суытып барып кесіңіздер. Нанымыздың іші дәл осындай булочка сияқты болып, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сіздерге осы видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Және менің келесі шығатын видеом дәл осындай десерт болады. Осы видеода жіберіп алмау үшін қоңырау түймешесін басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.